тіптен қарапайым адамдар демей ақ қояйықшы, кәсіпкерлер болмай ақ қойсын, тіптен жасөспірімдерге де бұл жерде қолжетімді қуаттау станциясы бар. Мысалы, мынау небәрі 35 мың теңге тұрады, электромопедтерді қуаттауға арналған. Ал одан үйде орнатқымыз келсе, бұл құны небәрі 70 мың теңге. Бірден екі көлікті, екі электромобильді қуаттап, ары қарай өзіміздің қажетті жағдайға жүре беруге мүмкіндік мол. Өте керемет, мынау Қытай технологиясы өте дамып кеткен екен, және бағалар өте қолжетімді. бір жақсысы. Әрине басқа мемлекетте экспортталмаған, әлі жеткізбеген, апармаған дүниелері аз емес. Қаласындағы Қытай және Орталық Азия халықаралық көрмесінде ең сұранысқа ие болып жатқан дүниенің бірі ол электромобильдерге арналған қуаттау станциясы. Үй жағдайында да орнатуға болады. Бірден екі көлігімізді қуаттап, жарты сағаттан 3 сағаттың аралығында қуаттап, ары қарай жолға шыға беруге болады. Бағасы өте қолжетімді. Мәселен, мына үйге орнатуға көшеде небәрі 140 мың теңге тұрады екен. Қол көтереді. Көптеген түрлі заманауи қазіргі робот техникалар, дрондар қойған. Соның бірі мынау команданы, яғни бұйрықты ұғатын робот ит. Бұның қызметі енді айтып жеткізе алмайсың. Қазір не істейтінін бұйрық беріп көрейік. Қолыңды көтер. Қолыңды көтер. Қолыңды көтер.